Ассаламуалейкум достар. Осы видеоның тақырыбында көріп кеткендеріңдей, турникте силовой қалай шығу керектігін үйрететін болам. Яғни қалай шығу жолдарын барлық бүкіл жаңағындай майда шүйдесін етін көрсетем. Видеоның соңына дейін мұқият қарап отырыңдар. Paralyzed by options in this world, can't pick and choose, yeah. Everybody's life is on display, including you. Yeah, I feel every day is just the same, stuck in a loop. I need some variety, I'm sick of this anxiety, I'm sick of this society, they make us feel a rivalry. Ең алдымен достар, сіздер турникте 15 рет немесе 20 рет тартыла білулеріңіз керек. Яғни бұл деген сөз, яғни базовыйыңыз жақсы болу керек. Қандай жақсы болу керек? 15 рет, 20 рет тартыла білу керексіздер. Міне, чисто тартыла білу керексіздер міне. Және мынандай турник бойы кішкентай немесе мынандай ұзын болса да, бұлай үстіне шығып аламыз осылай. И үстіне шыққан бойда осы төбесіне шығу арқылы турниктің осындай түрде отжимание жасау керек. Кемінде 15 рет, 20 рет тартыла білу керек. Осы екі базовый достар, силовойды үйреніп алғанша ең жақсы базовый жаттығулар. Осыны жасай беріңіздер. Және достар, осы жаңағы базовыйлар істеп болғаннан кейін силовойдың өзін емес, силовойдың, яғни жартылай силовойға көшеміз. Ол қалай десеңіздер, былай міне. Яғни достар, фул, яғни толық силовойды үйренместен бұрын осы ең жақсы әдіс, яғни ең бірінші оң қолға және сол қолға ауыстыра отырып, күніге бір кезде оң қолға, бір есе сол қолға күш сала отырып, яғни солай шыға беру арқылы денеде инстинкт пайда болады. Яғни денеңізді сол толығына қарай үйретесіз. Осылай істей беру арқылы сіз толық силовойды бір айда, минимум бір айда үйреніп аласыз. Және достар, бұл жартылай силовоймен шектеліп қана қоймай, бұл жартылай силовойда, яғни процесті жылдамдаттырамыз. Ол қалай десеңіздер, міне былай. Яғни достар, бұл процесті жылдамдаттырып, сіздер жаңағы толық силовойға қарай икемдене бастайсыздар. Яғни жылдамдық ол уже сізге, денеңізге тағы инстинкт береді. Яғни дене уже қабылдай бастайды. Яғни ми арқылы сіз қабылдайсыз, и сол ми қабылдап денеге инстинкт береді. Сіздер осыны көп істей берген сайын, попытка дейді ғой, қайталай берген сайын сіз миыңызбен қоса өзіңізді сендіріп, яғни мимен денеңізді сендіресіз. Яғни денеде инстинкт жүреді, и жаңағы бұлшықеттеріңіз соған әдетке айналдырып, кейін тоже осы силовойды бағындырып аласыздар. Смело. Тек жаңағындай процесті жылдамдаттырамыз. Яғни шығып келетеміз, жылдам шығып кетеміз. И тоже оң қолға сала бермей, сол қолға да салу керек. Сол қолмен шығып келетеміз, оң қол жылдам салып жібереміз. Және бізде келесі қадам достар, силовойдың өзі. Яғни силовойды уже үйреніп алыңыздар. Егер жаңағындай күніге де істей берудің қажет жоқпын достар, күн ара істеген өте дұрыс. Яғни бір күн демалып, бір күн істесеңіздер, демалған күннің өзінде инстинкт, яғни восстановление жақсы жүреді. Сол кезде бұны бір айдың ішінде, минимум бір айдың ішінде смело үйреніп аласыздар. Міне, бір айдың ішінде мынадай нәтиже көресіздер. Бисмилlah. Сонымен достар, видео өз мәресіне жетті. Егер жаңа менің барлық айтқандарымды толықтай үзбей істесеңіздер, бір айдың ішінде айтып тұрмын ғой, мен гарантия беремін, бір айдың ішінде смело үйреніп аласыздар. Бұл негізінде өте оңай элемент негізі.
Сонымен достар, видео ұнаса лайк басып және де арнама тіркеліп қоңыраушаны басам, чтобы новый видеолардан хабардар болып отыру үшін. Так. Все, жақсы достар. Біз әлі қоштаспаймыз. Көріскенше. Ассаламу алейкум. I just want a great life, something where I feel like I just didn't waste time, something I look back and say that was a